Бисмиллахи-рахмани-рахим. Яғни бүгін біз қандай жағдайда ораза ұстамауға немесе оразаны бұзуға болады, сол жайлы айтатын боламыз. Ең бірінші, жол жүргенде, яғни Рамазан айында шариғат бойынша кемі 3 күндік 90 километр жерге баратын адам түнде ауыз бекітуге ниет етпесе, ораза ұстамаса болады. Бірақ ұстағаны абзалырақ. Сол күні ұстай алмаса, Рамазан айынан кейін қаза есебінде орындайды. Кім оразаға ниет еткен соң күндіз жолға шықса, бұзбай оразасын аяқтайды. Ал бұзылып кететін жағдай болса, кейін қаза қылу қажет. Екінші жағдай ол кесел. Науқас адам өміріне қауіп төнуінен, есі ауғаннан, ауруының күшейіп не созылуынан қорықса, ораза ұстамауына немесе ұстаған оразасын бұзуына болады. Мұндайда аурудың белгісі нақты дәлел немесе білікті дәрігердің кеңесі қажет. Кейін жазылған соң ұстай алмаған күндерін қаза ретінде толық орындайды. Үшінші жағдай ол қатты аштық пен шөл. Ораза ұстаған адам аштан не шөлден өлемін немесе есім ауып қалар деп қорықса, белгілері байқалса, білікті дәрігердің кеңесі арқылы оразасын кейін қаза ретінде ұстау шартымен аузын аша алады. Төртінші жағдай, жүктілік емізулі балаңыз болса. Егер жүктілігі Рамазан айына дөп келген емізулі баласы бар әйел ашығу салдарынан өзіне не баласына зиян келеме деп қорықса, кейін орындау шартымен оразасын бұза алады. Бесінші жағдай, яғни хайыз немесе нифас мерзімі. Рамазан айында әйел адамның күндіз етек кірі келе бастаса, немесе босанса, оразасы бұзылады. Етек кір келген күндерде және босанғаннан кейінгі кезеңде ұстай алмаған оразаны қаза қылып өтейді. Алтыншы жағдай, қонақасы кезінде. Қонақасы беру немесе қонаққа бару нәпіл оразаны бұзу үшін себеп бола алады. Ол үшін адам нәпіл оразаға ұстағанда беретін немесе шақырылған қонаққа байланысты кейін қаза ретінде орындау шартымен ғана оразасын бұза алады. Рамазандағы парыз оразаға қатысы жоқ. Жетінші жағдай, яғни қарттық келгенде. Ораза ұстай алмайтындай жасқа жетіп әлсіреген қарт кісінің ораза ұстамауына болады. Ондай адам үшін Рамазан айында күн сайын оразаның есесіне бір фидия берсе жеткілікті. Мұны Рамазан айына дейін не кейін бір немесе бірнеше кедеге бөліп беруіне болады. Ислам діні ораза ұстауға шамасы келмейтін кісілерге жеңілдік береді. Яғни кейбіреулері оразаны Рамазан айынан басқа бір уақытта ұстаса, басқалары оның орнына фидия беріп оразаның ауыртпалығынан босатылады. Құран кәрімде Алла сендерге әр нәрсенің жеңілдігін қалайды, қиындықпен қинамайды делінген. Бақара сүресі 185 аятта. Сонымен қатар ауыр жұмыс істейтіндерге біреудің өміріне жауапты әрі зәру қызмет иелері, ұшқыш, дәрігер, тағы басқа ауыр жұмыс иелері, кенші, металлург, қауіпті нысанда істейтін құрылысшы ораза ұстауға шамасы жетпесе, оны кейінге қалдыра алады. Сонымен қатар елдің қарулы күштері бейбітшілік жағдайдан соғыс жағдайына көшілген кезде ораза тұту әскердің қырағылығы мен жауынгерлік даярлығын әлсіретуге алып барса, оразаны тоқтатуға рұқсат етіледі. Алайда жұмыс немесе қызметтің ауыр болуына қарамай ораза ұстауға мүмкіндік табылса және оның оразасы өзіне немесе өзгеге зияны тимесе, ондай адамға ораза ұстауға міндет болады. Сонымен қатар оразаны қай кезде бұзуға болады, осы жайлы айтып кетейін. Егер басыңыз айналып, көзіңіз қарауытып, бойыңызда әлсіздік билесе, лоқсып құса бастасаңыз, аяқ қолыңыз қалтырап, денеңіз дірілдесе, жүрегіңіз қысылып, мазаңыз қашса, әйелдердегі айлық белгі көрінсе,
онда ауызды ашуға тура келеді. Дереу дәрігерге тексеріліп, толық ем алыңыз. Жақсылап жазылған соң қаза болған күндерге ораза ұстайсыз. Сонымен сізге осы Рамазанда ораза ұстай алмайтындай жағдай туындап тұрған болуы мүмкін болса, ендеше бұл айдың игіліктері мен сыйынан құр қалмас үшін оны қалай өткізу керек? Әрі қарай осыған қатысты ақпаратқа тоқтала кетейін. Біріншіден, белгілі бір орынды себеппен ораза тұтпаған күннің өзінде ораза ұстағандардың көзінше ішіп жемеуге тырысыңыз. Бұл мәкрух болып саналады. Рамазанда ізгі амалдарға берілетін сауап еселенеді. Сондықтан игі іс жасауға асығыңыз. Айналаңыздағыларға ілтипатты болыңыз. Қарт кісінің сөмкесін көтеруге немесе кіреберістің есігін ашуға көмектесіңіз. Егде жастағыларға орын беріңіз. Көршілеріңізді немесе туыстарыңызды зиярат етіңіз. Мешітте мұқтаж жандарға ауызашар жасауға қол ұшын беріңіз. Науқастың көңілін сұрауға барыңыз. Қасында жүрген адамдардың арасында жәрдемге мұқтаж ешкім жоқ па, сұрастырыңыз. Бұның барлығы ұсақ-түйек болғанымен сауабы көп амалдар болып табылады. Рамазанда жасалған абзал мен амал Алланың алдында парыз амал болып жазылады. Ал парыз амал басқа айларда жасалатын 70 парыз амалға тең болады. Ораза ұстаған жанды тамақтандырыңыз. Өзіңіз ораза ұстай алмасаңыз, достарыңыз бен туыстарыңызға немесе таныстарыңызға арнап ауызашар жасаңыз. Олардың арасында көмекке зәру жандар болуы ғажап емес. Осылайша сіз игі амал тындырасыз. Кедейге жәрдем бересіз, әрі ораза ұстаған адамның аузын аштырасыз. Әрі егер фидия садақасын төлеу сіз үшін міндетті болса, осы арқылы парызыңызды орындайсыз. Хадисте былай делінген: ораза ұстаған адамға ауыз аштырған адам сол ораза ұстаған адаммен бірдей сауапқа кенеледі. Одан ораза ұстаған жанның сауабы кемімейді. Күні бойы ораза ұстап кешкісін ауыз ашу қуанышын сезінуге мүмкіндігіңіз болмаса, сіз жасаған ауызашарда ауыз ашатын адамдарды тамақтандыру арқылы қуанышқа кенелесіз. Егер туыстарыңыздың, көршілеріңіздің, не болмаса достарыңыздың арасында дінді ұстанбайтындар, я болмаса мүлде мұсылман емес адамдар болса, дәл осы айда оларға исламның көркемдігін көрсетуге барыңызды салсаңыз боларды. Оларды ауызашарға шақырыңыз. Рамазан айының мәні жайында баяндап беріңіз. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өзге де салихалы жандардың өмірлерінен хикаялар айтып беріңіз. Исламға асқан сақтықпен пікіріңізді дамбай, жазғырып айыптамай, дөрекілік танытпай, өз амалдарыңызбен мұсылманның көркем мінезін көрсетіп шақыру керек. Қатар осы айда көптеп зікір мен дұға етіңіз. Алланы еске алудың, зікір етудің кез келген уақытта маңызы зор. Бірақ ізгі амалдарға берілетін сауап еселенетін Рамазанда оның маңызы тіпті ерекше. Әсіресе әйел адамдардың құлшылықтың басқа түрлерін, ораза, намаз және Құран оқу секілді орындай алмайтын хайыз бен нифас кезінде Алланы еске алулары өте жақсы. Рамазан дұғалар қабыл болатын уақыт. Бір қызығы, барлығымыз басымызға іс түскенде Алладан жәрдем сұрай бастаймыз. Бірақ бізге түсірген мейірім шарапаты мен игіліктері үшін оған әрдайым шүкіршілік етіп жүрміз бе? Сол жағын ойланайықшы. Аллаға шүкір, біздің құлағымыз естиді, көзіміз көреді, қол аяғымыз бүтін. Қаншама адамдар бұл игіліктерден құр қалған. Ағзасында әлде бір кемшіліктер бар, төсекке танулы немесе емі жоқ дертке шалдыққан. Біздің қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк, басымызда баспанамыз бар. Керек десеңіз тіпті газ, электр қуаты, ыстық су секілді барлық жағдай жасалған үйлерде тұрамыз. Жұмыс істейміз немесе оқимыз. Туған туыстарымыз барлығы аман. Осыған да шүкір етіп жүрейік.
Осы айтылған ойдың бәрі ораза ұстасын, мейлі ұстамасын, барша мұсылмандарға қатысты. Десе де Рамазан айының игіліктерін уысынан шығарып алмас үшін ораза ұстауға мүмкіндігі жоқ жандардың бұған айрықша мән бергені жөн. Алла бізге жәрдем беріп, Рамазанымызды мүбәрәк етке. Әмин. Достар, осы каналға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.